Енді келесі бізде осы лансат ғарыштық сүйретінен өсімдіктерді бөлек шығару. Бізде егер қарайтын болсаңыздар, өсімдік жамылғысы осы лансат 8 бенц NDVI деп жазыңыздар. Автомат түрде NDVI-дің формуласын дейді. Бұл NDVI дегеніміз Normal Difference Vegetation Index дейді. Демек, нормал деңгейде вегетациялық және өсімдік индексін бөліп шығарып алу дейді. Түсіндіңіздер ме? Осы неде, мысалы, 5 бенд, 4 бенд дегеніміз бар, я? 4 бенд дегеніміз не? 4-ші бенд дегеніміз қызыл. Ал 5-ші бенд нир дейді. Жақын қашықтықтағы инфра қызыл сәулесі. Осы екі спектрдік аралығындағы өзгерістер бір-бірімен алыну және қосылу деңгейі. Бұл қалай жүреді? Art Toolbox-қа кіреміз. Осының ішінде Spatial Analysis Tools-қа кіреміз. Осында Map Algebra деген қосымша бар. Map Algebra'да растр калькулятор деген бар. Растр калькуляторда бізде міне Band 4 пен 5-ті алған 5-ті қосып алған себебіміз. Көрдіңіздер ме? Band 5-ті. Демек, бұл жүргізетін кезде мұнда float деген жүйені аламыз. Осының ішіне формуланы қарайтын болсаңыздар, 5-тен 4-ті аламыз, 5 пен 4-ті қосамыз, ортасында қатынасы деп беріліп тұр. Демек, 5-ші бендті аламыз, 4-ші бендті бөлу, келесі float, 5-ші бендқа қосамыз, 4-ші бендті. Окей дейміз. Не, бізде мынандай негіз берілді. Бұл жерде бүйтіп қарайтын болсақ, өсімдік жүйелері, өсімдік алқаптары қай жерде бар екенін көрініп тұр. Көрдіңіздер ме? Енді біздің территорияда өзен жағалаулары, егістік жерлер, сол маңдардың бәрінде бар екенін көруге болады. Енді бұл жерден осы өсімдік негізін анықтап алу үшін тағы да классификацияға барамыз. Кеше кластың түрлері бар дедік қой. Өте көпке және өте азға бөлуге болмайды деп айттық. Соны 9-ға бөлеміз. Соның ішінде мына жерде кеше классификацияға кіретін болсаңыздар, табиғи жүйемен, кешегі айтылған бойынша квантилдік жүйе, геометриялық интервал, стандарттық ауытқу деген бәрі осында тұр. Түсіндіңіздер ме кешегі айтқан жерлер? Соның негізінде бөлдік. Бізде 9 класс. 9 классқа бөлдік. Бізде нақты 9 класс бойынша 4 класста өсімдік бар деп көрсетті. Көрдіңіздер ме? 9-ның 5-еуінде өсімдік мұнда мүлдем жоқ. Мұнда
құрғақ жерлер, мына жерде енді 4 класста нақты өсімдік бар. Көрдіңіздер ғой, жасылмен белгіленеді. Енді осыны тек осы 4 класты ғана бөліп кесіп алуымыз керек болады. Ол кезде біз мына жерде неге рекласс деген негізге кіреміз, спешл аналайздің ішінде реклассифиға кіреміз. Сөйтеміз да жаңағы растырымызды белгілейміз. Растырымызды белгіледік. 9 кластық. No date деген аламызда мына жақтарда бізге мәліметтің қажеті жоқ деп жазып жібереміз. No date. Мәлімет жоқ деген сөз да. Ең қалған төртеуінде бар е. Мынаны 1 дейміз, 2 дейміз, 3 дейміз, 4 дейміз. Сөйтеміз да окей дейміз. Аның үстіне қазір шарт береді. Классификация бойынша қандай бере салайын. Енді бізге осы жеке-жеке қоюға да болады. Нақты өсімдіктердің қай жерде бар екенін сіздердің карталарыңызға шығып тұрды. Енді сіздерге кей кезде керек болады бұларды share файл айналдыру керек. Share файлға мынау бізде растрлық түрде тұр. Share файлға қалай айналдырамыз? Conversion Tools'қа кіреміз. Toolbox'ның ішінде From Raster. Raster'дың ішінен бізге полигонға айналдырып береміз. Қайсына айналдырып береміз? Жаңағы біздікі бөліп бергендер. Я дейміз. Ол бізге растерға айналдырып береді. Неге? Share файлға айналдырып береді. Бүйтіп қарайтын болсаңыз, мыналар пиксель болатын болса, жаңағы неге кіріп бинарлық деңгейде бәрін бөліп көрсетіп қойсаңыздар болады. Сонымен бағана 7 болды, мынауымыз 8 болды. Тоқта 5, 6, 7 болды. Бағана нені бәрін RGB мен қойып, бөліп космоснимок ретінде қою. Бұл космоснимокта да кесіп алудың негізі бағанаға негізбен жүреді. Мен оны қайталап көрсетпей ақ қояйын дегенім сол. Енді свойствоға кіреміз. Свойствода символ, категория, бізде grid код. Бір екі үш дейміз. Мына жерде
файлмен. Берілу деңгейлері тұр. Үйтіп жасап шықсаңыздар болады. Және де егер сіздер өздеріңіздің нелеріңіз болатын болса, территорияларыңыз болса, бірінші жәнегі 5-ші бренд пен 4-ші брендті жеке-жеке не жасап алыңыздар, еді мозаика жасап алыңыздар, содан кейін бар жасайтын болсаңыздар толық территорияларыңыз шығады. Аудан толығын алмай тұрған, оған тағы да бір фото қосамыз, Иә. Тура осындай қылып жасап шығарасыздар. Келесі жолы аудандарыңызда толығымен көрсетемін. Мен сіздерге бөліп көрсетіп отырмын. Егер мен толық ауданды жаңағындай алып, кесіп алып, уақыт кетіп қалады ғой. Түсінікті ғой, иә? Тапсырма. Тапсырма түсінікті болса, онда сіздерден